Саламатсыздар ма? Бізде енді электронный счет фактуры полученный 1Ске салғаннан кейін біз сол құжат арқылы поступление тыйымды услуг жасауымыз керек. Бізде жалпы покупкада электронный счет фактуры полученный, жаңағы біздің кіріп тұрғанымыз, мында поступление тыйымды услуг бар және счет фактуры полученный. Осы үш құжат арқылы поступление тыйымды услуг жасауымыз керек. Негізгі ең қажеттісі оборот күшін, жалпы не үшін, ол бізде поступление тыйымды услуг. Қалған мына екі құжаты, счет фактуры полученный мен электронный счет фактуры, бұл 1Сте қосымша құжат болып табылады. Бұл екеуі жалпы оборотке, остатокке, суммасына, бері жақ, қала жаққа әсер етпейді бұл екі құжат. Ең негізгі әсер ететіні ол бізде поступление тыйымды услуг. Сол себепте де әрбір келген электронный счет фактура үшін біздер поступление тыйымды услуг жасауымыз қажет. Егер де сізде электронный счет фактура алмаған болсаңыздар, жаңағы манағы айтқан XML форматында жүктемеген болсаңыздар, бір дегенде поступление тыйымды услугтан создать етіп жасасаңыздар болады. Поступление мынандай мекемеден, мында жасалынған, мынандай мекемеден тонометр ОС сатып алған, мынандай количество, мынандай сумма, контрагенті мынандай деп осылай істеуге болады. Немесе электронный счет фактура арқылы, осы арқылы поступление тыйымды услуг жасауға болады. Сіздерге енді ыңғайлы болу үшін электронный счет фактура полученныйдан көрсетем. Мысалы мында 31 декабрь, 29 декабрлар бар. Бұл бізге керек емес, ол былтырғы жылдыкі. Ал біз 1Сімізді январдан 1-нен бастап жүргізіп отырмыз. Мында Ақтөбе энергосынаптан түскен екен. 2-4 февральда келген құжатты қарайық. 4 февральда келген дата выпуска, дата оборота 31 январь. Бұл бізде поставщики Қазақ Телеком деп тұр. Жақсы, осыны енгізейік. Біздер мында поставщик Қазақ Телеком біз әлі создавать еткен жоқпыз. Бірақ мына жерден көрсетіліп тұр қандай организация, қандай не екенін. Біздегі жоқ. Бізде алдыңғы урокта көрсеткенде біз поставщиктерді барлығын контрагент ретінен енгіземіз. Ол бізде покупка, мына жерде контрагенты. Контрагентіда барлық біздің енгізген мекемелеріміз тұрады. Бізде мына Қазақ Телеком жоқ. Электронный счет фактурадан Қазақ Телеком создать етіп аламыз. Мына жерден создать етуге болады. Ручной показать все создать деп, жаңағы жерден де болады контрагентеден создать етіп мына жерден көрсетіп жүруге. Немесе мына жерден поставщик дегеннен создать по данным СФ деген бар. Осымен создать етсеңіздер автоматом Қазақ Телеком данный шығарып береді. Бірақ ескеріп кететін жағдай, әрбір электронный счет фактураға қайта-қайта создать по данным СФ деп сала бермеңіздер. Мысалға, мына Қазақ Телеком салғаннан кейін екінші электронный счет фактурада тура осы Қазақ Телекомнан келсе, тағы да создать по данным СФ деп жасамаңыздар. Сіз мына жерден тауып алыңыздар екінші рет Қазақ Телекомды. Әйтпесе сізде контрагент Қазақ Телеком деп 2 рет, 3 рет, 10 рет создавать етіліп қалуы мүмкін. Бұл біздің обороткамызға, 1Сімізге кері әсерін тигізеді ондай жағдайда. Жақсы, біз мына жерден создать етейік. Создать по данным СФ. Мына жерден контрагенттен автомат түрде наименованиясы, БИН, КБ бәрін толтырып берді. Записать етеміз. Бізде тек мына жерден автомат түрде банктік шотын енгізбейді. Сондықтан да контрагент енгізген кезде міндетті түрде банктік шотын мына жерден копировать етіп алып енгізіңіздер. Записать закрыть ете тұрайық. Записать закрыть. Қазақ Телеком создавать етілді. Мына жерден банковский счетын копировать етіп аламыз. ИК деген жерден КБСі несі тұр. Мынаған 2 4-3-тің бассақ, 2 квадратикті. Бұл жерге жаңағы создать еткен жерге жолдайды. Бұған кіргеннен кейін банковский счеттан мына жерден создать етеміз. Мына жерде банк, Народный банк деп тұрды жаңа. Номер счета вставить етеміз. Записать, закрыть.
Осыдан кейін бізде толыққанды контрагент создавать етілді. Банктік счеты бар, барлық данные толтырылды. Записать, закрыть. Вот ең маңыздысы электронный счет фактурада. Бұл үш жерін толтыру керек. Поставщики, договор және товары. Вот біз жаңа поставщикін толтырдық. Записать. Каждый өзгерткен сайын записать етіп отырыңыздар. Поставщикті таңдадық. Енді договорға барамыз. Договор бізде мында номер 3-24 договор деп тұр. Бізде енді поставщик жаңа создавать етілгесін. Естественно, бұл кісіде договор жоқ Қазақтелекомда. Договор тура жаңағыдай поставщик сияқты создать по данным СФ дейміз. Выбрать етеміз. Вот создавать етілді. Договор такая-то, поставщиком номер мынандай 24-нен деп. Записать, закрыть етеміз. Вот договор бізге создавать етілді. Записать етеміз тағы да. Енді біз товар жағын толтыруымыз керек. Товар жағын толтыру үшін бізде мына жерде товары деген бар. Осы жерге біз создавать етуіміз қажет. Создавать еткен кезде 1С-тен создавать етіп аламыз мына жерден номенклатура. Бұл жерде нематериальный актив, номенклатура основные средства. Бізде товар мен услугылар, материалдар жалпы ол осы номенклатурадан создавать етіледі. Окей дейміз. Вот мына жерден создавать ету керек қандай услуга екенін. Осы жерлерде услуга мынандай, осындай деген сияқты. Бізде енді мына жерден создавать етуге болады, немесе жаңағыдай создать по данным SFS деуге болады. Ол үшін мына жердегі товарды басамыз. Егерде бірнеше 3-4 болатын болсын, каждыйын бетіп бір рет сары қылтып таңдап алып, товарды басу керек. Және де бұл да қайталанып кетпес үшін келесте келген кезде осындай услуга товарды баспай создать етіп, онда мына жерден жаңағы көрсеткендей көрсетіп тауып алу керек. Вот услуга телефонной связи, создать номенклатуру ОС. Вот мына жерде услуга дейміз. Таңдаған кезде вот мына жерге услуга телефонной связи, услуга бәрін шығарды. Енді бізге мына жерге единица измерения услуганы таңдау керек. Егер услуга болмаған жағдайда показать все дейміз. Мына жерден көбісі көрсетілмеген единица измерениялар, бірақ барлығы 1С-те бар. Барлығын табу үшін мына жерден подборды табамыз. Үлкейтіп алайық. Үлкейттік. Единица измерения, вот подбор. Вот подборды мына бүкіл единица измерениялар. Мына жерден тауып алу үшін Ctrl-F дегенді басамыз. Ctrl-F басқан кезде мынандай шықты. Біз услуга деп іздейміз. Услуга искать. Вот услуга бізде астында одна услуга деп шықты. Осыны таңдаймыз. Вот бізде уже ондай уже сізде тұр. Менде жаңа услуга деген шығып тұрды. Егер сізде шықпаған жағдайда осылай таңдап, екі рет басып да дейсіздер. Мен нет дей қойайын. Вот одна услуга, мына жерге UCL дейсіздер, сөйтіп жасайсыздар. Вот менде уже таңдалып тұр. Услуга, одна услуга 51-14 деп. Например, менде тек қана килограмм услуг штук. Например, маған литр товар керек делік та, например, подбор дейміз. Мына жерден Ctrl-F басамыз да литр деп искать етіп табамыз. Литр вот кубический миллилитр, соның астында вот литр деп тұр, например. Соны екі рет басамыз. Мына жерде L краткой, литр, записать, закрыть. Вот осы жерлерде бүкіл единица измерениялар түседі, егер келген жағдайда сондай. Бізде қазір данный момент услуга, мына одна услуганы таңдаймыз екі рет. Мына жерде наименование екі рет, услуга деген галочка болу керек міндетті түрде. Услугаларда тек товар болса, ол галочка қойылмайды, естественно. Вот записать, закрыть етеміз. Вот мына жерге товарды таңдадық, создать еттік. Сосын астына услуга деп именно сол единица измерения екі рет көрсетеміз. Штук болса штук деп екі рет, услуга болса услуга деп. Сол кезде бізде осындай не шығады. Осыны таңдағаннан кейін провести етеміз. Провести етеміз. Содан соң біздер отражение в учетыға барып создать счет фактуры дейміз. Создать счет фактурды басамыз. Окей дейміз. Создать счет фактурды мені бәрі түсті автоматически. Датасы, услугасы, товары, суммасы бәрі түседі. Бұл жерден біз еш нәрсе өзгертпейміз. Тек қана провести дегенді басамыз да
создать на основании поступления ТМЗ услуг дейміз. Соны басамыз. Соны басқаннан кейін вот мына жерде қандай поступлениемен түсіресіз. Барлық жағдайда біз төртіншісін таңдаймыз. Товары, ОС, услуги деген таңдаймыз да выбрать етеміз. Выбрать еткеннен кейін вот бізде мына поступление ТМЗ услуг деген түсті. Датасы түседі, қай мекемеден, договоры, услугасы, наименование, сумма бәрі шығып тұрады. Біз бұл жерден учитывать КПН-ға ну деп қоямыз. Налоговый учетта бұл ертеңге соты формаға келу үшін қажет. Ну дейміз. Источник финансирования, бюджет, вне бюджет дейміз. Бізде комуслугтың бәрі бюджеттен түседі. Счет расчетовқа біз бұл жерде 17.10 деген алып тастаймыз. 17.10 деген бұл выданный аванс, временный счет. Ол біздің обороткаға дұрыс түсу үшін осыны алып тастап көрсетеміз. Окей. Аха, окей, 33.10-ды қалдырамыз, не указан. Сосын мына жерде счет затратқа 72.10 деп көрсетіңіздер. Бұл бізде административный расход. Комуслугтарды 72.10 счетмен көрсетеміз. Статья затраты көрсетіп жіберіңіздер. Статья затрат бұл бізде егер мынандай папкалер нелер шықпаған жағдайда заполнить дегенді басыңыздар. Заполнить деген басқан кезде вот полный статья затраттарын бәрін шығарып береді. Азия сервистің жасалынғаны бойынша. Бізде мынау телефонный связи, ол бізде расходы по связи вот. И бізде мында сәйкес келетіні абонентская плата за телефон. Соны таңдаймыз. Подразделение міндетті емес, основной деп көрсетсеңіздер болады. Основной подразделение. Және программаға бізде местный бюджет, республиканский бюджет немесе родоплата көрсетеміз. Бұл жағдайда местный бюджетті таңдаймыз. Мында тек бюджет деп тұр. Местный бюджетті таңдаймыз. Осылай біз поступление ТМЗ услугты жасап, провести дегенді басамыз. Провести таңдағаннан кейін бізде міне ескерту қағазы келді, бірақ проведен болды. Тура осылай барлық электронный счет фактураларға поступление ТМЗ услуг жасаймыз. Және мына жерде бізде мынандай құжат бар. Мына дебет кредит деген бар. Қандай проводка берген туралы. Дебет 72.10, кредит 33.10. Және бізге мынандай знак бар. Бұл бізде связанный документтеді көрсетеді. Қандай құжаттармен біріккен туралы вот міне. Электронный счет фактура получены, поступление ТМЗ услуг жасалынды деп көрсетіліп тұр. Связанныйда. Тура осылай біз барлығына электронный счет фактура жасай береміз. Вот мынаны жауып тастайық. Вот бізде связанный документы жаба тұрайық. Вот электронный счет фактура получены, біз мына Қазақ Телекомды енгіздік. Мына жерде счет фактурада, мына жерде связанный документ бойынша счет фактура создать етілді деген сөз. Және де келесте Қазақ Телекомды қабылдаған кезде бізде мысалы Қазақ Телеком 24-33 деп жібереді. Например, Қазақ Телеком сияқты вот поставщики. Вот Қазақ Телеком таңдаған кезде бізде поставщик көрсетілмей тұр. Бұндай жағдайда біз создавать етпей, мына жерден Қазақ Телеком деп показателден көрсетіп жіберу қажет. Қазақ Телеком записать. И договордан біз мана создавать еттік. Договор міне үшінші договор тұр. Соны көрсетіп записать. И вот товары тоже жаңағыдай номенклатурадан тауып көрсете қоямыз. Услуги телефонной связи міне біз создавать еттік. Осылай бөлек тұрса болады, немесе услугын ішіне салып қойсаңыздар болады. Услугалар бір жерде тұратындай. Вот услуги телефонной связи. Мына жерге услуги дейміз. Тура манағыдай провести, создать счет фактуру. Бұл уже келесі айдың несі Қазақ Телекомның счеты за февраль, 29 февраль бойынша суммасы мынандай. Бұл жерден біз тек қана провести етеміз. Содан соң создать на основании поступления ТМЗ услуг, товары ОС услуги. Вот мына жерден поступление ТМЗ услуг создавать етілді. Мына жерде ну дейміз.
мына жерден бюджет дейміз. Мына жерден 10 жетонды алып тастаймыз. Сосын мына жерге абонентская плата за телефон, программа бюджет. Осылай провести етеміз. Осылай поступление тмз услуг жасағаннан кейін біз сразу осы мекемеге төлеп тастау үшін Қазақтелекомға мына жерден создать на основание платежный поручение исходящий мен төлеп тастай аламыз. Платежный поручение исходящий. Вот мына жерде платежный поручение толтырып берді. Қазақтелеком, договор мынандай, суммасы мынандай. Мына жерге ну деп қоямыз. Мына жерге номер банкысын қоямыз. Біздің кезекті онлайн банктегі мына жерге сол дата, бүгінгі дата. Вот мына жерден бүгінгі датамен записать провести етіп клиент банкымен төлеп жібереміз. Бұл жөнінде келесі сабақтарда толығырақ көрсететін боламын платежка бойынша. Әзірше қысқаша осылай. Бұл бізде услуга. Жақсы, сау болыңыздар.